Так, келесі ары қарай кете берейік. Келесі бұл All We Want деген сайт. All We Want. Бұл ашық кодтар тізімінде тұр. Сіздердің араларыңызда IT саласы бойынша білім беретін ұстаздар болатын болса, егер сіздерге осы сайтты жасап алып келетін болса, таңғалмаңыздар, себебі бұл сайт GitHubта орналасқан. GitHub деген программистердің барлығының бір ортада бір кітапхананың ішінде, былайша айтқанда кітапхананың ішіне салып қояды, сайттарын, приложение, ойындар барлығын. Басқа сайт жасайтын басқа программистер, қызыққан программистер, осы сайтқа қызыққан программистер оны алып өзгертіп өздері де басқа бір қолдана берсе болады. Яғни сіздердің студенттеріңіз осы мобильный приложение болсын, сайт болсын, осының ішінен, GitHubтың ішінен алып қолдана берсе болады. Бұл бесплатный сайт, бесплатный, толықтай көріп тұрсыздар ғой, иә? Про версиясы да, бесплатный версиясы да, басқасы да барлығы бесплатный орналасқан. Пока что бұлар өздеріне спонсор іздеп жатыр. Менің ойымша спонсор іздеп жатыр. Яғни бұл жерде не істейді? All We Want сайты презентация жасауға арналған презентация. Бірақ бұл жерде бір кемшілігі. Қазақ тілі жоқ ішінде. Әлемге танымал ең 12 тіл бар. 12 тіл: араб тілі, португал тілі, испан тілі деген сияқты әлемде кең таралған. Сол осы тілдер арқылы ғана жасай алады. Толықтай бесплатно. Презентацияның ішіндегі ақпараттардың барлығы өте керемет деңгейде жасалады. Суреттердің барлығын өз жасайды. Немесе интернеттен веб серч, интернеттен іздеп қосу керек болса ақпараттарды, осыны қосып қоясыздар. Осыны қосып қойып, презентацияның ішіне интернеттен ақпараттар қосады. Немесе интернеттен ақпараттар керек емес, жасанды интеллект өзі жасасын барлығын дейтін болсаңыздар, өшіріп қоясыздар. Мына жерде презентациялардың ішіндегі слайдтар қанша слайдтан тұрады? Бір слайд, екі слайд, 10 слайд деген сияқты өзіңізге таңдап алып жасай бересіздер. Одан соң астында мына жақта мысалдар тұр, тақырыптар бойынша. Егер аудармасы керек болатын болса, мышканы оң жағын бассаңыздар компьютерда, перевести на русский деген бар. Осыны басып, тақырыптардың ішінен өздеріңізге келетіні болатын болса, таңдап, соған жасатсаңыздар болады. Қазір біз біреуін таңдап жасап көрейік. Орыс тілін қабылдамайды екен. Так, мына тақырып таңдадық. Так, бұл инженерный сфера бойынша ең үздік практикалық проекттер менеджмент және де инженерия бойынша 5 слайд. Так, интернеттен де қосын ішіне генерацияға жіберіп көрейік. Так, слайдтар саны, интернеттен қосу, тақырыптарды жасап жатыр. Минималды стиль, суреттер аз болсын ба, көп болсын ба деген сияқты осы жерден стильдерін таңдайсыздар. Так, мына жақтан қандай болу керек стилі? Соны таңдайсыздар, гамма сияқты ғой тура. Сосын генерацияға жібереміз соңында. Так, Бәрінде iPhone бірдеңе деп жазылып тұр, менде жазылмайды. мына презентациялар жасап жатыр. Орыс тілі бар ішінде, иә? Ағылшын және орыс тілі бар бізге жақын. Соларды алып қолдана берсеңіздер болады бірден. Енді осыны тақтада өздеріңіз көрсететін болсаңыздар, мына презентация
басып қолдана бересіздер. Келесі бет деген сияқты. Презентация мысалға видео, музыка тыңдату керек болады ғой, сол жағы қалай болады екен? Қалай? Мысалы презентацияда шы видео, музыка тыңдатуға бола ма, или обязательно ссылкасы тұру керек па? Мысалы сурет Презентацияның ішіне видео қосуға ма? иә, иә. Видеоның Оны ішінде қазір дауыс бар ғой. канвада үйретемін, иә, барлығын. Канвада. Ага, хорошо. Одан соң міне агент деген бар. Осы жерде бірдеңе ұнамады ма, бірден жазып жіберсеңіздер болады. Мына тақырып 5-ші слайдтың ішіндегі мынау ұнамайды бірдеңе деген сияқты. Осы жерден барлығын жазып өзгерте бересіздер. Осы жерден. Содан соң экспорт өзіңізге скачать етіп алуға болады бұл презентацияны. Яғни экспорт PowerPoint баяғы біздің қолданып жүрген PowerPoint бойынша жасап береді. Соны ары қарай өзгерте бересіздер өзіңізге. Кішкене суреттер жылжып кетеді, яғни размерлер бойынша ауысады ғой. Размер слайд. Тілін де ауыстыруға болады ғой. Сосын, Иә. Өзіңізге келетіндей қылып жасап алуға болады. Одан соң оны алып Google переводчик арқылы, иә, документке кіресіздер. Міне немесе сурет аударатын болсаңыздар, изображение, текст аударатын болсаңыздар, мәтіндерге кіріп жасай бересіздер. Документке кіреді. Жаңағы презентацияны таңдап аламыз, перевести. Скачать етіп аласыздар. Қазақ тіліне аударып береді. Қазақ тілге аударып береді. Өздеріңіз ары қарай масштабын өзгертіп, размерін өзгертіп жасай бересіздер. Міне суреттер, оны өздеріңіз қойып жіберу керек болады. Кішкене сондай қиындықтар болады енді. Немесе ChatGPT-ге жазсаңыздар да болады. Мына жерге мына плюсті басып, мына жерден добавить презентация деп басып айтасыздар. Яғни ешқандай суреттің размерін басқасын өзгертпей, таза қазақ тілінде маған аударып жасап берді. Яғни осы презентация арқылы PowerPoint стилінде сізге тура солай жасап береді.